Студияға ақын келгеннен кейін ақыннан хал сұрама, жыр сұра дейді ғой. Ержаннан бір өлең сұрасақ. Қонақ кәде. Студент кезде жазғам. Бір газеттің редакторы 2-3 өлеңді ғана жариялайын, қысқа жазылған. Себебі жарнамаға орын керек, бұның ақшасы төленген деді. Сол кезде туды. Метеор немесе қара өлең пайғамбарына. Қоржыныңда қуатты сөз көп, ел, таң, тырысуда шыңыңды көздеп ер сан, нұрлой отауына еніп шықпай шөлді көлдей шырайлап өзгерткен хан, барша жаутау жеңіліп күбірлескен, шығармайды ешқашан үніңді естен, бүкіл әлем бақытты шығар сірә сізде туған нысанда ғұмыр кешкен, бірақ айтар миллион мың табар мынау, жыртқызғымда келмейді жағамды сау, пейілінде тербелген ақша елесі мейірімге сусаған заман мынау, тәубасы өлгендерге жоқ кедергелі, данышпан нақұрыстың көрер гөрі, Құдай мен сайтаннан да шошымайтын, сауда мен ұрлықтың қас шеберлері, сіздік сөзбен кем кетік толығаршын, қазақтағы жұпарлы толығарсың. Жарғыңыз сан ғасыр болар әлі, кешіріңіз, сізге әлі оралармын. Жырға орын аз, жарнама орын алсын. Тамаша, бәрекелді, рахмет. Жақсы.